берейін, ақыл сөзбен ағытам, жұрт көңілін танытам, жаңа түскен ордаға жас келінді танытам. Ел ардақтап сыйлыны, көңіліңе түймұны, басқа ауылдың бір гүлін, бұл ауылдың сүйділі. Айналайын жас келін, көңіліңе түймұны, қызға келін бұлға, бұл Алланың бұйрығы. Әуел бастан бастайын, асықпайын, саспайын, ағайын мен туысты таныстырып тастайын. Халқыңа әлем дана бер, алғыс елден ала бер, атын атап кетейін, келін сәлем сала бер. Өтсе де жыл ғасырын, ешкім ғұмыр болмайды, әуелі сәлем ете қой, аруақтар сені қолдайды. Бүгінгі мінекей шоударға ұрулы елінде болып жатқан тойымыздың бір бет пердесін ашып, ақ дастарханымызға ақ пейілмен келген қонақтарымыз шақырайық кәнеге. Қошеметтеріңіз қайда ағайындар? Бүгінгі мына шоударлар қайда? Шуламаймыз ба? Той құтты болсын! Рахмет, бәрекелді. Ассалаумағалейкум, атасы Алаш керегесі ағаш шәугімі шоқтан, қазан оттан түспеген қазақпыз ағайын. Ұлы өссе, ұлысым дейтін, қызы өссе, ырысым дейтін. Бүгінгі мінекей ұлдары өсіп, шаңырақ көтеріп, керегесі кеңейіп, ал бүгінгі тойымызға айданадай ақ келіндерімізді алып келіп, елді қуантып жатыр ағайын. Бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан болсын дейміз. Ал енді мінекей шобдарлар ұрулы елі, соның ішінде Жанқуатовтар әулеті, қуаныштар отбасында, ал біздің Тойлыбек ағамызбенен Ақжарқын апамыздың шаңырағында шаттық мереке тойымыз. Ал соған себеп болып жатырған Ғасырбектей ұлдарыңыз басы екеу болып айданадай ақ келіндеріңізді алып келіп, жалпы Рудный қаласын қуанышқа бөлеп жатыр. Осы қуаныштарыңызбенен баршаңызды құттықтаймыз. Бүгінгі той баршаңызға да құтты, баршаңызға да осы той жұғысты болсын деп бір қошеметтеп қойық. Рахмет, бәрекелді. Ал енді мінеге өзім сөйлеп тұра бергенімше, біз енді мынау тойымыздың шаңырақ иелерін, той иелерін бір ортамызға шақырсақ, кім екен десеңіздер, Тойлыбектей ағамызды ортамызға бір шақырайық. Ал Тойлыбек аға келейік кәнеке, Ақжарқын апа келейік кәнеке. Билемей ақ қойыңыздар, билемей ақ қойыңыздар. Келіңіздер. Қошемет қайда? Ағамызға қошемет қайда? Апамызға қошемет қайда? Ал күндерім жүрғай, азыр жоқсың жанымда сен. Бір билемейміз ба? Осындай қуанышта бір билемейміз ба? Билейік кәнеге. Қалдың айлағанша арман, 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 арман. Ұлымыз үйлер қуанышқа бөленіп жатырмыз ағайын. Қарандың ай қайсы күндіні жаралдың. Кедейлер қайда? Кедейлер қайда? Нағашылары қайда Ғасырбектің? Арман, 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 арман. Рахмет. Енді мынау қуанышта кішкене билейік деп жатқанымыз қоға. Бұл енді мынау мазақ қылып жатқанымыз емес, қуанышымызды бір көрсетейік деп жатқанымыз әрине. Ал енді мінекей жаңа айтып жатырмыз ғой, Жанқуатовтар әулеті деп жатырмыз. Жанқуатовтар әулеті үлкен әулет. Соның ішінде қуаныштай атамыздың да көзін көргенбіз. Қандай керемет. Бүгінгі мінекей текті елге, текті келін келсін. Сол келіндеріңіздің қадамы құтты, мерекелі де берекелі болсын. Ал енді мінекей өзі бүгінгі қадам және босаға дейді. Ал келін келгеннен кейін сол әулетке келінмен бірге жылуда кіреді ағайын. Көңілде кереді, шаттықта кереді. Сол енді мінекей шаттықтарыңыз шаттыққа, қуаныштарыңыз қуанышқа ұласа берсін дейміз. Ал енді мінекей Тойбек аға, біз енді бір ақ дастарханымызды ашып алайық, тойымыздың түндігін түріп алайық. Енді әулеттің үлкенін шақырамыз ба, шобдардың үлкенін шақырамыз ба, ақ батаменен ақ батаменен, ақ тілекпенен шобдарлардың үлкенін бір ақсақалын бір шақырсақ, тойымызды бір ашқызып алсақ деп отырмыз. Шәріп аға, ой мінеке, Шәріп ағамыз мінеке, қандай керемет.
мінекей Шәріп ағамызды, құлдан біреулер танып жатса, біреулер танымай жататын шығар. Шәріп ағамыз енді 90-да тұрғаннан кейін, бұл бірақ енді бәрі таниды ғой. Мұзарапшы ағамызды айтсақ, бәрі таниды енді. Ассалаумағалейкум, ағайын, туыс, жекжат, көз көргендер, армысыздар. Бүгін мынау Қостанайдың төрінде тойбегініміз келін алып ат шаптырып, той жасап отыр екен, соған қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Дастарханымызды ашық деп жариялаймыз. Рахмет, бәрекелді. Сіздердің шаңырақтарыңызда шаттық мерекелеріңіз көп болсын. Осы той сізге де жұғысты болсын, Шәріп аға. Рахмет, мінекей шобдарлардың үлкені деп мінекей Шәріп ағамызға ақ дастарханымызды ашқызып, тойымыздың түндігін түріп алдық. Ал енді мінекей тойбаға Жарқын апа, өздеріңіздің қазіргі енді мынау тойда жүріңіздер, көңілді көтеріңіздер, келіп жатқан ағайындардың көңілін шығу, сіздердің парыздарыңыз, сол үшін енді мынау тиісті орындарыңызға сіздер де бір жайғаса беріңіздер. Той қаласа берсін қанекей. Мінен алып отырыңыздар, келесі әндеріміз сіздерге тартып өтіп отырайық ағайындар. Ал содан кейін мінекей ағайындардан бастап нағашыларымыз бар, құдаларымыз бар, сол кісілерге ақ тілекті береміз. Ал оған дейін енді мынау астан дәмнен алып отырайық қанекей. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елімізге бір сапар қылайық, әндеріміз тартып өтіңіз. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім елден ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты, күйбең тірліктен дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрде туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоқта. Ауылым жайлы, құл-құдық жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрым, қуаныш атам сүйенген Шәрбаққа. Ауылым жайлы, құл-құдық жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрым, қуаныш атамыз сүйенген Шәрбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елгең болмайды, тынысымда шам, тіреймін елгең маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерден азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрде туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоқта. Ауылым жайлы, әзілке шағам жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрым, анам сүйенген Шәрбаққа. Ауылым жайлы, құл-құдық жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрым, әзілке шағам сүйенген Шәрбаққа. Ауылға барам, бәрде туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, құл-құдық жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрым, барыңыз сүйенген
шәрбаққа. Ауылым жайлы, бауырлар жайлы жыр жазам. Сеніп тұрып, қуаныш атамыз сенген шәрбаққа. Қуаныштар қанеке отбасына той құтты болсын дейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Өзбекстан, Қазақстан арасы тек қонақ жайлыққа ғана жолымыз болып тұрсын дейміз. Ал, рахмет, бәрекелді. Қонақ келді, қонысқа қонақ келді, дос-жаран, ағайын туыс молақ келді. Әркім өз барынша ақтарылып, сияпатпен сыйлықтарын орап келді. Ал, біреулері шашуларын шашып жатыр, ал біреулері орамасын ашып жатыр. Айналайын көңілінен ағайынның, шовдарлардың көңілі көлдей болып тасып жатыр деп ағайын. Осы бірінші алғы тосымызға жалпы Тойлыбек ағамыздың ағайындарды шақырсақ деп отырмыз. Тойлыбек ағамыздың бауырлары, ал жалпы шовдарлар. Келіңіз екенеке, билеп-билеп келейік кәнеке. Көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай. Сүйем деуге сені, ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдап. Рахмет, бәрекелді. Нек, айналға келіңіз, түбірет күберші. Ал, жол қайсыңыз кі? Екеуіңіз де келіңіздер. Шал үлкен дейсіз ба? Енді айтыңыз. Ой, қалам апам приказ беріп айтасыз енді. Мұнат, той құтты болсын балдырай, бәріңе де. Осы келген келінің аяғынан деген ғой. Аяғы құтты болсын, табанына... Әне, ұтып қалам, әңгімен өзі. Бақытты болсын, абырайлы болсын, осы ауылға береке алып келген келін болсын. Жасаған құдай жарлықап, тастай батып, судай сіңіп кетсін. Бұл енді, мен Қытай бала кезімнен бірге жүрген адамның балдары ет бұлар. Бәрі тұқымын білем. Бірақ оның бәрін ұмытып қалғам. Мен ана жанқуат жатты. Пәтәсін алып содан сарқы жебедім. Бірақ енді өзім ұмытып қалып отырмын ғой, бәрін әңгіменің. Осы келінің аяғы құтты болсын, бақта келсін. Көкеңнің үйіне бақта келсін, Тойлыбайға абырайлы, берекелі келін болып шықсын. Бұрында да талай келін алған, бәрі берекелі абырайлы ет. Жақсы, бақытты болсын. Жақсы балдарай. Ой, әумин. Бір қошемете қойыңыздар, үлкендеріміз ағайын. Үлкендерімізге бір қошемете қойыңыз. Қалам апа мінеке? Құрметті қонақтар, бүгін менің қайным менен әрі сіңілім Ақжарқын келіннің үйіне 3-ші шаңырақ қосылып жатыр екен. Осы сіңілім менен қайнымның тойына қош келдіңіздер деймін. Алған келіннің қадамы құтты болсын. Ата-анасына бала менен келін ата-анасына мейірімді болсын. Әрқашан шаңырақтары биік, босағалары берік болып, ата-анасына мейірімді, адал келін атануына тілектеспін. Қайным, Ақжарқын, айналайын, мына келіндеріңнің, балдарыңның әр басқан қадамы құтты болсын, берекелі болсын, ауызбіршіліктер мол болсын, тойларың тойғыласын, осы балдарыңның қызығын көріп, біреуің ақсақалды шал, біреуің ақ кимешекті кемпір болып, екеуің қол ұстасып, осылардың қызығын көре берулерін тілектеспін. Тойларың тойғыласын, балдар бақытты болсын. Күйеу бала ғой. Жақсы, аман болдыңдар. Кәне, қайсысын сөйлейсіңдер? Құрметті мына шаңырақтың астына жиналып атқан тойшы қауым, бүгінгі той баршамызға құтты болсын. Міне Тойбекжан, Жарқынжан, мына келін алып, жаңа шаңырақтарын көбейіп жатыр ғой, өрістерін кеңейе берсін. Қыздың тілегі енді төркінге дегенде енді ол
адам айтса нанғысыз нәрсе ғой, сол жақсылықтың бәрін тілеймін. 89-да анам бар, анамыз бар, 7 бала өсіріп тәрбиелеген, талай жермен құда болған. Сол анам баршаңызға сәлем айтып, құтты болсын айтып жатыр. Анамның сәлемін қабыл алыңыздар. Тойбекжан, Жарқынжан, келіндерің құтты болсын. Мынау бар жақсы тілектер тілеп жатыр ғой, сол періштенің құлағына шалынсын. Келіндерің үлкендері сүйсініп, жастары үлгі алатын келіннің бірі болсын. Биік тауды көтеретін жартасы, биік шыңды көтеретін жотасы, ата-анасын биіктерге көтере, бауырларымның қос боталары аман болсын, боталарың аман болсын бауырларым. Бар жақсылық тілеймін. Ассалаумағалейкум. Қосылып жатқан екі жас бақытты болсын. Енді тілектің бәрін осы үлкен кісілер айтып жатыр ғой. Осы тілекке бәріміз қосыламыз. Балдар үлгілі, өздерінен кейінгі үлгі, үлкендерге сыйлы, бақытты азамат болсын, әке-шешесінің тіреуші серіктері болсын. Әрқашан бақытты бола берсін дейміз. Қандай керемет. Ал, рахмет, бәрекелді. Руслан аға, өздеріңіз енді бауырлар болып өздеріңіз сөйлемейсіздер ма? Апам сөйледі ма? Жөнке сөйлейсің ма? Ағайындардың атынан бір қара шашуы бар пакетте. Құрметті қалайық. Тойлар құтты болсын, Тойбекжан, Жарқын, тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын, тойларың той қаласа берсін. Құтты болсын, тойлар құтты болсын, жастар бақытты болсын. Енді бұл жерде сөйлесек сөз көп, бәр адам жұмыспенен жүрген, жаңа әжемізді айтып жатыр, керемет. Ол кісілермен көрші болып отырып, сыйлағам үйленген кезде барып, тапшанда жатып, қандай керемет өмірлер, жаңа ақыл әнді айтып жатыр ғой, ауылды. Бәр көз алдымыздан өтіп жатыр. Шешеміздің құдықтан су алғаны қауыздан, әкеміздің Малғорадан шыққандары есімізге түсіп, бір кішкене қуанып қалдық. Айналайын, не дейміз, басымыз бүтін болсын, керемет, шобдарлар деп, жаңа неге қойсам, қыста тұстан көріп, шобдар деген қандай ұру деп жатыр. Құдайға шүкір, осындай азаматтарымыз бар, барлығымыз ауызбіршілікті болып, әрдайым осындай тойда басымыз қосылсын. Жастар бақытты болып, тек тойларда жүрейік. Жақсы. Рахмет, бәрекелді, қандай керемет. Шобдарлардың ішінде жүрсек болды бізге. Шобдарлармен бірге болсақ болды бізге. Біз енді мына шобдарлар түбін ағашыларымыз. Ал енді мінекей баршаңызға да той құтты болсын. Баршасында айтылатын ақ тілек бір, ниет бір, қуаныш бір. Сол қуаныштарыңыз ұзағынан бола берсін дейміз. Ал билейміз ба? Билейтіндеріміз бір билейік, жарты музыка сіздерге қояйық. Оған дейін біздің енді мынау той палауымызда дайын екен ағайын. Ал олай болатын болса мінекей орындарымызға бір жайғастырайық. Біздің деген асымыз дайын ағайын. Мынау келген қонақтарға, келген халқымызға беретін асымыз да дайын ағайын. Ал жиылмайды ешқашан дастарханым, келген жанның алдына ас тартамын. Кіші болса құрметтеп үні тұтып, үлкен болса алдына аспен бірге бас тартамын деген. Қазір енді мынау өздеріңізге әдейілеп, арнайылап жасалған ақ дастарханымызға ағадал асымызда дайын. Сол үшін енді күмбірлеген күйдің үніменен, сіздің қалың қошеметтеріңізбен асымызды қарсы алайық ағайын. Ал тойымызға той палауымыз ағайын. Табақ ас тартамын, аспен бірге бас тартамын дейді. Енді мынау үлкендерімізден бастап қояйық. Бірінші стол үлкендерімізден, ақсақалдарымыздан.
Сөз. Ал, құрметпенен өздеріңіздің алдарыңызға ас тартылды. Ал енді мынау астан дәмнен алып отырыңыздар. Келесі әндеріміз сіздерге тарту өтеміз. Орталарыңызда өзімен бірге біздің енді Дархан алдарыңыз. Ассалаумағалейкум, той болсын. Дос-жаран мен түсінісі жарасын ба білмеймін, құпиясын дүниенің жаңаштым ба білмеймін, өмір деген қалың ұрмас, адастым ба білмеймін, өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін, бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат берден сорадым ба білмеймін, жан түсінбей жүрегімді жыладым ба білмеймін, сан сүрініп тіршіліктен құладым ба білмеймін, өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін, бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Ғашықтардың махаббатта нәр алдым ба білмеймін, дүниеге жұмбақ болып жар алдым ба білмеймін, бар ма жоқ па бақытымды таба алдым ба білмеймін, өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін, бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін, өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін, бар білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Бір білерім сені сүйген екенмін. Рахмет, бәрекелді, қандай керемет. Енді мынау алдарыңызға ас келіп жатқанда ағайын, сіздер тілекке тартқылап, сөзге сүйрелеп жүрмейік. Бірақ енді десек те, астың үстінде бір жақсы әуенді әндер болсын деген ниетпенен, ал үлкендеріміздің құрметіне, осы бүгінгі тойымыздың құрметіне, қазір енді мынау Дархан ұлдарыңызды ортамызға шақырып, жақсы әндерден сіздерге тарту өтсек ағайын. Ал ендеше, ассалаумағалейкум. Мына тойшыл қауым тойларыңыз тойғаласын. Жақсы ниет сіздерге де жұғысты болсын. Мынау келіп атқан келіндеріңіздің қадамынан нұр бетсін, гүл бетсін.
әулетті гүлдетем деген бір әдемі бір келін болсын деп бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ай, сіздердің құрметтеріңізге болсын, бір жақсы бір термемен бастайын онда. Мұқағалидың өзі айтпай ма, жақсыларға биікпін, тамашамын, жамандарға төменмін, аласамын, қазақтың ақилы ақынмын, қай төріңе қойсаң да жарасамын деп. Сол айтпақшы, мінекей ардақты қонақтар, қош келдіңіздер. Мынау сіздерді қай төрімізге қойсақ та, бұлай айтқанда біздің тәуел байлықта қай төрімізге қойсақ та жарасады. Тойларыңыз той қыласын, сіздердің құрметтеріңіз болсын. Тамаша бір Майлы Қожа атамыздың бір термесімен бастайық. Таңның атарын, көрерсің күннің батарын. Кейінгі жұртқа меймансың, кеткен соң құрбы қатарын. Керуен кетіп барады, нар менен тізіп атқандай. Жарық дүние аман бол, тең құрбым өскен қатарым Ептеп кісі бай болмас, маңдайға құдай бермесей. Өлемін деп кім ойлар, ажалы жетіп өлмесей. Жылағаннан не пайда, жиылған жұрт көрмесей. Жырлаған мен не пайда, тыңдаушы бағау бермесей Жақыннан күдер үзгендер жақынын ұрып жатқылар. Жылқыдан күдер үзгендер бесен сатып атқылар. Жақсы болса ағайын, көңілің даушат қылар. Жаман болса ағайын, өзін-өз жат қылар мал десе, диқан тоймас жер десе. Ертілеуін береді ау, ертеде тұрып ел десе. Ұят беттің пердесе, қымбатты ердің зер десе. Майлы Қожа ақынның ыбырат қып айтқаны термесе Ой, дейді. Жұп қыламыз ба? Жұп қылай олай болса. Ойыңның терең төбінен қаяқын маржан сүзбеген. Өмірдің басы доңғыз жол, өмірдің соңы құз деген. Адамның бәрі жолаушы, сарылып бақыт іздеген. Алладан пәрмен келген күн, қайтармыз бізде сол күнді, бабалар қайтқан ізбенен. Қыс келсе көтер жазалдан, Ендеді бітпес әз арман. Қол сүйгіш Алла ешкімді тыс қалдырмайды-ау назардан. Алланы зәкір еткенің жүрегі таттан тазарған. Қызыл өнермей жаманат, анамның туған тілімен, бабамның діні аманат.
айтып салауат, ислам жолын тұтынсаң, бір алла болар сағанша. Алланың жаусын рахымей, сіздерге мәңгі жамағат. Алланың жаусын рахымей, сіздерге мәңгі жамағат. Ал мынау қысқа қайырып отырмын мен термен. Енді мынау тағы да бір қысқа қайырып берейін. Мынау Өмірзақ Қожамұров атамыздың тамаша бір жазып кеткені бар, соны орындап берейін. Біздің тамдыға жазған. Мүмкін емес мұратына жетпей, туған жердің топырағын сыйлаған. Мүмкін емес мұратына жетпей, туған жердің топырағын сыйлаған. Туған жердің топырағын сыйлаған. Қысқа қайырып отырмын енді. Бет ашарға асықсыз болды кішкене. Ақылаға бір жоп қылып жіберейін. Жоп қылып жіберейін, тақ қылып жіберейін. Дайын ба? Ардақ тағай, мен де көршінің қызына ғашық болғанбыз. Көршінің қыз деген керемет әнді орындап берейін сіздерге. Той құтты болсын. Ғашықтар халқы ұлылық күтті, орындалмасын кім білген. Қағаз гүлдердің ғұмыры тіпті, ұзақтау бекен шын гүлден. Көршінің қызы керемет еді, әкесі доғын жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Ол қызға берер антымда дайын, сағына білдім әр тәулік. Қағаз гүлдердің ғұмыры деді, ұзақтау екен шын гүлден. Көршінің қызы керемет еді, әкесі доғын жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Әйді! Бір көшіп отыру қуа сәйген.
күшіне естелік үшін бір гүлін берсе ажалдың өзі кешірім көршінің қызы керемет еді әкесі доғың жақсы адам ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған ауылдан біздің неге кетеді ауа райы ма жақпаған тойларыңыз той қыласын. Рахмет, бәрекелді. Алдарыңызда өнерін көрсетіп жатқан өзі елімізге жақсы танымал Дархан Адилов ұлдарыңызға бір қошемет деп қойсаңыздар. Жас шағында қыздарға ғашық болған айтып қалады екен деп осындай тойларда. Біздер айтатынымызда қырғын ғой деймін да үйде жатқан 2 күннен бері. Ал рахмет, бәрекелді. Ал олай болмаса мінекей 3 жұрттың ұлығы деп, ұлысы деп, бұрынғының сөздерінің дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көрем, нағашылар аяулы, анашымның туыс деп дейді. Бір балаларды алайық та, мына кісілерді алайық, Ой, мына детский площадкада жүргенде өп кеттік қой, бәрі жан жағынан секіріп ойнап. Рахмет, бір балаларды алайық, балалар құлап қалса кішкене. Ал, олай болмаса барлық нағашыларды бір ортамызға шақырайық. Қанекей, Тойлыбек ағамыздың нағашылары, Ақжарқын апамыздың нағашылары бар екен. Соның ішінде Ғасырбектің өз нағашылары, кедейлер жағында шақырайық. Келіңіздер, қанекей, жалпы нағашылары қауымы. Түп нағашылар деп жатырмыз. Ажаба өзіңізден бастайтын шығармыз, Онда андағұлдардан осы кісі бір сөйлесе, сосын кейіннен Ақжарқын апамыздың нағашылары. Келіңіз. Әбеке сіздер ма? Келіңіз. Сосын Камал аға өздеріңіз жақтан бір кісі, қанеке. Ал, Айжапа. Міне жиналып отқан себебіміз мына бүгін үлкен тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, осы келін құт болып келсін, береке бірлік әкелсін, оттарың басы аман болсын, тойларың той қыласа берсін. Құрметті, салам алейкум. Тойбек, жарқынай, міне той құтты болсын, балдар бақытты болсын, әрқашан дастархандарыңыз тойға жайылсын. Тойбек, жарқын, мына тойларың құтты болсын, балдар бақытты болсын, өмір жасар ұзақ болсын, өбірлі шөбірлі болсын, мына тойларың тойға жалғаса берсін, Тойбек, келінің құтты болсын, әрқашан бақытты болсын, балдар. Не дейміз? Той құтты болсын. Құрметті, осы тойға жиналған қауым, мынау бүгін Жанқуаровтар отбасына тағы бір шаңырақ қосылып отыр. Тойбек, жарқын, осы балдарың бақытты болсын, тойларың той қыласын. Әрқашанда осың отың басында үлкен тойлар болсын. Осы тойға ағайын жақын жуық жиналып, осындай келе берсін. Балдарың бақытты болсын. Мен мына Тойбектің шешесінің нағашымын, Жарқынның жиенімін. Екі жағынан шығып тұрмын. Балдарың бақытты болсын, той тойласын. Ал, рахмет, бәрекелді. Баршаңызға той құтты болсын. Жаңадан бері айтылып жатырмыз, мінекей жиеннің орны бөлек дейді ағайын. Ал, енді мынау жиендердің үйлеріңіздегі шаңырақтарға тойларыңыз сіздерге де жұғысты болсын дейміз. Ал, рахмет, бәрекелді. Қанекей, орындарымызға бір жайғасайық. Қанекей, келіңіздер, бір құтты болсын айтып, құшағымызға бір басып қояйық. Той иелерін қанекей. Рахмет, бәрекелді. Ақта қырсы опыңай, қонбайтын келіп, қона қалса басты рөл сомдайтын деді. Қосылмайды дейді қойсын ғашықтарды, қосылғанда шын ғашық болмайтын деді. Күләш апам өлең айтпаса, бұл той енді мынау тарқамайтын шығар, Ал Күләш апамызға бір өлең берейік, енді. Бір жақсы адамдарымыз тек қана осы тойда жолықсын деп.
Жап-жылы сөздерменен жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздерменен жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Махаббат меңдегенде, жүректер шөлдегенде, сағыныш лаулағанда, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сіздерден бақ табамыз, сіздерден бата аламыз. Той болса үйімізде, бар болсын ата-анамыз. Бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Көңілдер жібек болып, жүрекке тілек толып, жолықса күн досындай, қуаныш себеп болып. Жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Үйленіп балдарымыз, той болса күн досындай, той болса күн досындай, кездесіп жүре берсек, кездескен қандай жақсы, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Керемет, тамаша. Күләш апа, әрқашанда осындай көңіліңіз көтеріңкі болсын дейміз. Әрқашанда осындай көңіліңіз көтеріңкі болсын, тойда тек қана денсаулықтың арқасында жүре беріңіздер. Қандай керемет, тамаша. Ал, енді мінекей құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, біз енді мынау отырғанымызға да бір сағаттың жүзі болып қалыпты. Сол үшін енді мынау беташарды бір бастайық десек, бірақ енді әулеттің енді үлкендерінің ұсынысы бойынша жиендер бұл жерден сөйлемесе қалай болады екен деген ниетпен, сол үшін жиендерге бір тілекті берсек, сол жиендермен қоса біз класстастарды және құдаларды бір шақырсақ деп отырмыз ағайын. Ал жиендер, класстастар және құдалар қанеге келейік кәнеге. Ал 72-лер. Көңілде гүлсіз бақша, нұрсыз аспан, сенсіз өмір өміріне. Ұшам десең қанатың, өмір қымбат не деген. Жүрегіме қонатын, шуағыңа бөленем. Бірге барам қияға, алған беттен жаңылмай. Бірге қонам қияға, бақытымның таңын. Ай, рахмет. Енді мынау жиендерменен беташардан кейін бір билейміз да, жақсылап. Енді бұл жиендердің барлығы бейші. Алдымызды. Мінекей. Ассалаумағалейкум ағайындар. Тойбек, түсірген келін құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Ата-анасына адал перзенті болсын. Әрдайым мені қуаныш алып келсін. Міне бүгін Жанқуаттар отбасында үлкен той мереке. Тойбек, Селибек, Руслан, барлықтарыңа бүгінгі қуанышты тойларың құтты болсын, тойларың тоғыла сабасын, әрқашан осы нағашыларымыздың отбасына той деп қуанышты тойларға келе берейік. Міне бас қосып атқан екі жас өмірде бақытты болсын, аңсаған армандарына жете берсін деген. Сол Тойбек үйіне келіп атқан келіннің қадамы құтты, берекелі, ырысты, несел, бақыт, дәулетті болсын деген. Әрқашан тойларың тойға ұласа берсін. Той деп жүрек, той. Мен айтайын онда, Емнеки құрметті тойға жиналған қауым, бүгін біздің Жанқуат Қуаныш ағам дейміз ғой, Дуанбек ағам, Қуаныш ағам
осы Қуаныш ағамның баласы Тойбек үйінде, мына келінмен екеуінде бүгін Ақтүйенің қарны жарылып, осы Рудныйға келген нешінші бір-екі келін алып жатыр. Сол келіннің біреуі келіп түсіп жатыр. Келген келін қадамы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, көтеріп жатқан шаңырақтары биік болсын. Менің нағашымменен бірге бақытты өмір сүрсін, жақсы жанұялардың өздеріне ұқсаған бірі болсын. Әрдайым тойларың тойға ұласа берсін. Құтты болсын. Міне құрметті қонақтар, барлықтарыңызға той құтты болсын. Міне бүгін Жанқуаттар отбасында міне үлкен той. Тойбек құда қарындасым, тойларыңыз той қыласын, балдарың бақытты болсын. Әрқашанда сендердің оттарың басына деп тойға келейік. Тойбек, жақын тойларың құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Үлкен азамат болып, сендерге қызмет қылсын. Үйіңде әрқашан той болсын. Міне құрметті қонақтар, біздің апамды ұмытып кеттіңіздер, аяқтап отыр. Бірінші апам сөйлеу көреді ғой бұл жерде. Ал мінекей бәріңіздің бас қосып отқан себептерің мінекей Тойбек, жарқын, тойларың құтты болсын, әрқашанда аманшылық болсын. Мінекей үй ішінен үй тіксең үйден де жыл болады деген, құда үстіне құда болып жатырмыз. Құдаларың мың жылдық болсын, әрқашанда аманшылық болсын. Мінекей келіп атқан балдарыңның қадамдары құт берекелі болсын, аспанымыз ашық болсын, еліміз бейбітшілік болсын, нанымыз көп болсын. Мінекей бәрініге сендердің айтар себебім әрқашанда мінекей бір балаң екеу болып жатыр. Мінекей қуандықпенен төрақан екі бастан онан құда қарама қарсы құдасысындар. О құра әбден ұзағынан бола берсін. Тойбекжан, менің 80 жасымды берсін. Мінекей үлкен кіші ағайын туыс құда жекжат жиен бәрі келіп жатыр. Бәрінің үйінде осындай той мереке бола берсін. Әрқашанда аманшылық болсын, не тілектерің әзір болсын, мақсаттарыңа жете беріңдер. Елімізді тыныштық болсын, өсіңдер, өніңдер, берекелі, мерекелі дастархан болсын, құтты болсын тойың. Тойбек, жарқын той қаласың, балдар бақытты болсын. Мына Тойбек, той құтты болсын. Мына Жанқуаттар семьясында осы Рудныйға келіп жақсы боласың, міне көз тимесін, бір-екі келін алып алсын. Осы балдардың қызығын мына қарындасым екеуің бірге көре беріңдер. Тойың той қаласың. Әрқашан осы тойға аманшылықта сіздің қуанышыңызға өсіп класстастары болып келіп отыра береміз. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан тойда кездесейік. Қайырлы кеш, бүгінгі жиналған қауым, баршаңызға той құтты болсын. Құдам Тойбек, сіңілім Жарқын, бүгінгі тойларың құтты болсын. Алған балаларың бақытты болсын, алған келінің адалынан болып, өздеріңе қызмет етсін. Мен осы ауылдың құдашасымын, Тойбек құдашам деп шақырған, әрі мен Тойбекпен 10 жыл бір сыныпта оқыған сыныптасымын. Баршаңызға той жұғысты болсын, балдарымыз бақытты болсын. Рахмет, бәрекелді жиендеріміз бар, және құдаларымыз бар, және мінекей 72 жастары, класстастарымыз бар. Оның көже, сізден кешірім сұраймыз әрине. Бұл кісі енді үлкен құдағай ғой, осы әулетке құдағай үлкен. Ал айтқан ақ-тілектеріңіз сіздердің періштелердің құлағына шалынсын, сіздердің үйлеріңізде, шаңырақтарыңызда шаттық, мереке, тойларыңыз көп болсын дейміз. Ал рахмет, бәрекелді. Қанеге, орындарыңызға отыруға ұрықса, келіңіздер, тиісті орындарыңызға бір жайғасыңыздар. Енді мінекей беташарға бет бұрып, келінді бір алдыртсақ деп жатырмыз. Сіздің батасы мен беташардың батасын бір қыламыз ба деп едік. Бірақ енді мынау ұсыныстар бойынша осы жерден келіндеріміз, шобдарлардың келіндері бар. Осы келіндеріміз барып, әрқайсыңыздан табақтарын қанеге алсын. Сол табақты алғаннан кейін бір астың батасын бөлек сұрайық деп жатыр ағайын. Ал қанеге, табақты алайық қанеге. Қандай керемет, жарасымды ағайын, жарасымды. Шобдарлардың келіндеріне тіл көзден сақтасын деген ниетпенен бір қошеметтеп қойсаңыздар, қандай жарасымды ағайын. Сәлемдерін салып жатыр. Абысына жын жиналсай, маңайым гүлсәр
көп жасаңдар, берекелі болыңдар, өбірлі болыңыздар, шүбірлі болыңыздар. Айдана келіндеріңіз жолдарыңызды берсін сіздердің де. Атасын ажындар, ағайын бауында, көркейіп, көбейіп, айналдың. Құдалар жағынан бір ақ батамызды сұрамақшымыз. Иләһи әумин деп бір ақ білегімізді көтерейік, Аллаханымыз жаяйық. Құдалар жағынан, Жәләй ағамыздан бір бата сұрамақшымыз ағайын. Ал қанеке, қойке, қонда, өткітейін. Жәләй аға, қанеке. Дастархандарың әрқашан тойға жалсын, той қыласа берсін. Балдарыңыз бақытты болып, әрқашан осы дастархан тек тойда кетсек. Құдайым оңдасын, оңдайтын жағын қолдасын, жаманды қылмасын, баққарасын, қыдырдарсын, әлхамның әлем берекетін берсін, тарықтырмай молық тұрсын, қазинеге жолық тұрсын, таудай талаптарың болсын, алтыннан көректерің болсын, көп болсын, көл болсын, ырысқын ізбелерің мол болсын, берекелі бірлік болсын, мына келіп атқан балдарың қадамы қот берекелі болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, әрқашанда не тілектерің әзірміз, тойларың той қыласын. Ал рахмет, әумин. Ал жастарымыз бақытты болсын, құдаларымызға. Ал енді мінекей беташарға бір бет бұрсақ деп отырмыз ағайын. Келіндеріміз дайын болса, музыканың ырғағыменен, жар-жардың ырғағыменен, сіздің қалың қошеметтеріңізбен осында Ақбос ағамызды аттап келіп жатқан Айдана келіндерімізді қарсы алсақ ағайын. Қолдық сүйер абысындарымен бірге. Ал сыртта жүрген, түзде жүрген қонақтарымыз қанекей баршасында ортамызға шақырайық. Ақ дастархан басына жайғасыңыздар, келіңіздер қанекей. Мұндай жібек мінезде дүниедегі бір өзі. Айналайын жас келін, Ал келе жатқан келін сәлем салып жатыр ағайындар, көп жаса деп қойып кездер қанекей. Ал алғыстарыңызды білдіріп жатырыңыздар қанекей. Осы мінекей шобдарлардың әулетіне келген келіндеріміз мінекей өбірлі болсын, шүбірлі болсын. Асықпаймыз. Ойбай, кешеден бері ұзын қылмаған, әбет қылмаған, заптық қылмаған келін тұрқыратып келе жатсыздар. Жаймен салсаңдарсы, құлап қалар басайын алып мұқайқа қиятырмыз деп. Ал мына жақтан барып мінеке орындарыңызға тұра қойыңыздар. Қандай керемет неке. Ал мінеке көп жаса деп қойыңыздар. Ал бақытты болсын келіндеріңіз, қадамы құтты болсын, берекелі болсын қанеке. Ал оқтауды ұстайтын жігіттер бар шығар, Ой, мінеке. Ал неге келіннің беташары дегенде біздер енді мынау беташар деп бет бұрып жүгіріп келе береміз, бірақ енді мынау келіннің беташарының өзі, қазақтың өзі үлкен үрдісімен дәстүрінің бірі ағайын. Бұл келінді келгеннен кейін кешегі қыз күндегі үйінде жүрген қыз баланы біз енді мынау ақ келін қылып Ақбос ағамыздан аттатқызып беташар рәсімін бастағаннан кейін келіп жатқан келінімізді қайын жұртымен таныстыру бізге парыз ағайын. Сол үшін енді мынау келіп жатқан келіндеріңізді қайын жұртыменен таныстырайық. Сол үшін енді мынау әрбір салған келіннің иіліп салған сәлеміне қошеметтеріңізді, құрметтеріңізді бір білдіріп отырсаңыздар. Ал келіп жатқан келініміз, ақ келініміз осы әулетке келген бақ болсын деп. Ал олай болатын болса, сіздерден рұқсат болатын болса, ақ келіндеріңіздің ақ бетін ашып беруге рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум, жиналған мына ағайын, шашуына келіннің сөз маржан тағайын. Байқастырым қарасаң, күлкіге толы маңайың, жақсы сөзбенен күтсеңдер бұлақтай болым ағайын. Не айтар деп мынақын, таңырқап тұрсың талайың, мен тұлпардың тұяғы, бір кәдеңе жарайын, айналайын келінжан, өсет айтып берейін, құлағыңа құйып алар үшін мерейін. Ең
ең алдымен сыйлы бол өзіңнің туған халқыңа, қастерлеп ұста, ұмытпа ата баба салтыңды, көз салып жаным құмартпа, бағал екен деп бір алтынды. Екінші келін құрметте атаң менен енеңді, әрбір істі абайла, келін болдың сененді, әруақтары солардың жеткерер көкке төбеңді. Және де келін құрметте қатарың менен құрбыңды, лақтырым тастама басыңа түскен шылбырды, шайтанның ерме сөзіне жуытпа ол бір құрғырды. Әр келін бетін ашқызған кездестірдім дүлдүлді, тәртіптің бұл кезінде ұмытпа жаным бұл күнді, енді саған сыншыл көп кірлетпей ұстай сүлгіңді. Және де келін құрметте өзіңнің сүйген жарыңды, сүрінтіп алма абайла маңдайға біткен нарыңды, сөндіріп алма қапыда өзіңнің жаққан шамыңды. Аздай болса келін жан тыңдадың ата ақылын, бақ болып қыдыр дарысын, көбейе берсін жақының, иіліп бір сәлемет қалқыңның сыйлап ақынын, иіліп бір сәлемет қалқыңның сыйлап ақынын. Әуелі келін есің ал, хақтың досы пайғамбар, дүниеден өткен бабалар, Аллаға қолын жайғандар, жақсы тілек тілесін өткендердің рухына, иілін келін сәлем сал. Ал енді мінеки ақ келін осы әулеттен үміт еткен әруақтардың, жалпы әруақтардың үрметіне бір тағзым етіп қойыңыз. Халқының қамын ойлаған, ақырға терең ойлаған, асқар таудай атаң бар, алғыспенен көгерер, атаңнан жаным бата ал, кесе өтпе алдынан әрбір сөзін жаттап қал, қамқоршы әрі қорғаның, көк майсалы орманың, сыйлай білсең атаңдай орындалар арманың. Осындай ата абзал ата әжелеріңізге иілін келін сәлем сал. Ал енді мінеки әулеттің үлкендері біздің Жақсыгүл әжеміз бастаған, және Қалам әжесі бастаған, Айнагүл әжесі бастаған, Ұлбосын әжесі бастаған, Сәрсенгүл әжесі бастаған бір топ үлкендеріміз, және Сейілбек Салтанат, Русланбек және Майка, Ұлықбек Қуанышгүл, Сарқыт Гүлбану, Шәріп Әлия, Бостан және Күміс, Сейітқали Нұрсұлу және Сапар Рәбиға, Молдан Бағила сыңлы ата әжелеріңіз және ата енелеріңізге иіліп келін бір сәлем, бір қошеметтеп қойсаңыздар ағайын. Келін зейліңмен айтылған сөзі өнеге, қынжылмай қызмет ете бер, көп жасаған көнеге, ерте тұрын кеш жатып, әділеттікпен тіл қатып, қойылып шайын бердағы, иіліп келін сәлемет өз ата енеңе, иіліп келін сәлемет өз атаңыз Тойлыбек, өз енеңіз Ақжарқын, иіліп келін сәлемет осыларға бірірен. Ал өз атасы Тойлыбек атасы бір билеп қояйық кәнекей, сосын Ақжарқын енесі бір қошемет болсын кәнекей. Кәнекей шоқтарлар бар ма? Шоқтарлар шаршадық па демелі, айқайлап отырайық кәнекей. Ата ене болып отқан бүгін мінекей. Келіңіздер, қандай керемет мінекей. Бауырларымызды бір қолдайық кәнекей, бауырларымызды бір қолдайық. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады байланып ұялғандай өзіңе. Жолға аласың көптеге, келіп кетпей әптеге, сағынышың қайдасың қасым
рахмет. Мінекей Рұстамбек ағамыз да мінекей бауырларын қолдап мінекей қандай керемет. Ал той қоласа берсін, жастар бақытты болсын. Айтылса әзіл шын көрім, ұрысыңды сайлама, ыржаңдатып аузыңды, сөкейтіп сағыз шайнама. Үйде отырған кісінің жел жағынан шаңқытып, басбақтата айдама. Қонақ келсе үйіңе мініп келген көлігін босағаға байлама. Асығып отыр қайтсақ деп шыдамсыз келең қайнаға, қайнағаларыңа иілім келін сәлем сал. Ал осы жердегі мінекей қайнаға абысындарыңыз, Әйбек Ғазиза, Бақ Жауқар, Қызылордадан келген Мыңбай және Жазира, өз ағаңыз әнекей осындағы елімізге елеулі болып, халқымызға қалаулы болып жүрген осы ауылдың алтауызы Құрышбек қайнағаңыз бен Нұрбибі абысыныңызға бөлекше Жылбек Алиса және Заманбек Жұлдызай, Әскербек Алтынай, Қазбек Бағила, Ғарышбек Балабек, Жұмағали Гүлшат, Жиенбай Насихат, Ғабит Майра, Мұрат Сейізбек, Төкен Сәнімгүл және Шаймерден Әкімхан, Кристал Асылхан, Жансұлу, Сейфулла Қалампыр, Атамұрат Ұлбосын, Қожабек Лазиза, Жомарт Замира, Талғат Едон және Ләзат, Қанағат және Гүлжанат сыңлы қайнаға абысындарыңызға иілік келін бір сәлем, бір қошеметті қойыңыздар. Асабаның арларынан, табананың тарларына, Құрышбек ұлдарыңызға бір қошемет ұрыңыздар. Нұрби келіншегімен арнай сәлем сашын. Тойларыңыз той қыласын. Қайда кетті Құрышбек бар ма? Сұлуғап қара көзім маған жердің бетінде бар ғой бір адам. Сырдан келген сыр бөлең, Мыңбай деген қайнағаңның орны бір бөлең. Қызылордадан келген қайнағаң, Мыңбай қайнағаңа ерекше етіп сәлемет. Мыңбай қайнағаң мен Жазираға ерекше етіп ек сәлемді сәлемет. Мыңбай қайнағаңызға бір қошеметті қойық кәнеке. Ой, Жазира абысына, ой, қандай керемет. Алыс жолда аралай, ағайын достым неге паналай келген. Сонау Қызылордадан келіп отырған, сыр елінен келіп отырған қонақтарымыз періштедей баладайды. Бір қошемет қой Қызылорда. Қандай керемет. Нағашы жұртың бір білең, оларды халқы сыйлаған, тоқым шашқан бәйтерек, қадірменді сыйладам. Мықтылығын сұрасаң, жоғыңды тауып берердей, нағашы жұртың осындай, шетінен бір керемет, артықша сыйлап бұларды иіліп жаным сәлемен. Ал енді мінекей бұл жерде нағашылары бар, бұл нағашыларын енді бөліп жарып жатқанымыз жоқ, жалпы түп нағашылар деп жатырмыз, және өз нағашылар деп жатырмыз. Ал енді мінекей үлкендерімізден бастайтын болсақ, түп нағашыларымыздан Дархан, Айша, Оразалы, Тонышкүл, Алдоңғар, Дариға, Жиде, Манат, Майрамкүл, Байхан, Қазына, Нұран, Наршагүл және Бағила, Қазима, Тойғали. Ал енді мінекей тағы да түп нағашылары Ерқара, Түймегүл, Шәрігүл, Гүлжамал, Амангелді, Фариза, Мамай, Ләзат, Нұрбибі, Жұлдыз, Нағима сыңлы. Ал өз нағашылары Камал, Күләш, Амангелді, Сұлукүл, Қалдыбай, Тазагүл, Назерке, Жамал, Жақай, Айсұлу, Мария және Әлімбай, Раушан және Бейбіт, Камила мен Бектібай, Рабиға, Фараби, Наурыз, Ерхан, Нұрзия, Элбұрыс, Жеңіс, Рая сыңлы жалпы нағашыларымызға иіліп келін бір сәлем. Нағашыларына бір музыка қойық, билеп келсін. Қалай ғана көрмедің жаным мендей сұлуды, қалай ғана бермедің жүрегіме жылуды, жүрегіме қарасаң, сезімімді санасаң, жаным ау сені ғана, жаным ау сені ғана қалады. Байқамай жүрмін
мінекей. Атасының атынан деп мінекей немересі салып жатыр ағайын мінекей қалтамызға келіп. Атасы Өзбекстанға кетіп қалған екен. Түм нағашылардан бір қошеметтеп қойыңыздар қанеке. Ал қандай керемет тамаша. Апаларың бір төбең көк май салып көрікті. Абайлап сен қарасаң Құдай бақын берімді. Жас келінді көрем деп алыс жолдан қоларда бірі қалмай келіпті. Шашуына берердей бір жорға торыны аямайдай көзіңнен. Бұлар ешбір дүние малы. Апаларың мен жезделеріңе иілің келін сәлем сал. Әсем күлмен дулатқа, Света мен Абатқа, Майра деген Кәмшатпен, Ләззат және Артықбек, Жәмила мен Үрістем, Пәтима мен Ерболға, Гүлнәр менен Құттыбай, Дана менен Роза және Нартайлар, Гүлбадан менен Перизат, Ақмарал менен Тұраққа, Нұрбала менен Нұрдулла, Қыдыргүл менен тағы да, Кәмила менен Жасулан, Тұрсынай мен Қорымбек, апаларың мен жезделеріңе иілің келін сәлемен. Апаларың мен жезделеріңе иілің келін сәлемен. Ай, шобдардың қыздарың бір билетейік кәнеке. Жезделеріміз қайда? Музыка қояйық кәнеке. Ай! Сарғалын сүпсей күмді секілді түспей қырлы күн тілі естен кетпей Шоқтардың қыздар бір билейік кәнеке жарты музыкаға. Тәтті балмыздарым бастары жалғыз бағым бір саған теңемеймін әлемнің бар қыздары. Белің ай бұраң-бұраң жүрістің сылаң-сылаң көрмесен күнгір-күнде мен қалай шыдан қалам. Белің ай бұраң-бұраң хош есің гүлән қығаны көркіңнен айналайын көруге құмар қылған. Ай, қандай керемет, қандай керемет. Ал, үлкен тойда енді мынау биіміздің арты ашық. Құда бар келін мың жылдық, Құдай қосқан шынымен, құрметті адам қос адам, сыйласа біл қосымен, ата-енеңнің жақыны, әрі дос әрі ақылы, құда менен құдағи, әр қайсы әр елдің билері мен батыры, құрметте жаным бұларды, деме жаман кемпір шал, ізетпенен ел көрген жерді сәлем сал. Ал жалпы осы әулетке келіп жатқан құдаларымызға иіліп келін бір сәлем. Ал енді мына құда-құдағиларымызды айтатын болсақ, Орынкүл әжеміз бастаған бір топ құда-құдағиларымыз. Сара әжесі, Зиналадин Зәуре, Жамаладин Жазира, Қуандық және Айсын, Камал және Гүлмира, Төрехан және Гүлшат, Ислам Бағила және Майрамбек Гүлнара, Рахат және Жаңыл және Талғат Жанат, Тойлыбай Ләззат, Мәрзия Зухра, Ақылбек Бақыт, Перу және Венера, Ақылбай Әділет және Қарлығаш Құдағи, Бауыржан Бақыт, Наурызбай Жауқар және Нұрлан Лаура және біздің аты аталған, аты аталмай қалған құдаларымыз бар ағайын. Баршасына да иіліп келін бір сәлем ағайын. Қанайдың құшағыңды саған мен тағы жайдым, жас жүрекке сен әкеп берген мынау. Осы тойға жиналып келіп тұр міне жен бөлелер, осылардан көресің асықпасаң еңбегін, жендеріңде өңшең бір ағайлар мен сығайлар, есіңе жаным Құдай дал, қатарыңды көбейтер жен және бөлелерге сәлем сал. Жендеріміз, жендердің басын бастап тұрған Бағила апа, Бердібек ағамыз бен Нағим апа, Нағмет ағаларымыз, Гүлбазар және Манзура, Мырзагелді, Дина, Зина, Талғат, Салиха және Дулат,
Қанат Ақмарал, Марат Ақшагүл, Жақып Рая, Ләззат Перка, Рахымжан Жанат, Қаман және Зине, Кеңес Ғалия, Құттыбай, Сұлтан Ақмарал, Қасым Гүлжаухар, Жанна Бақытжан және Зағира Жаңабек, Сәбит Жарқын, Бекжан Беделхан, Қадырхан, Тәуекел, Омар, Жандос, Перизат, Қайрат, Перизат Мансура және Жандос және Жаннұр, Олжас Жұлдыз, Дина Жорабек, Мирас және Нұржас сыңлы жиендерімізге иіліп келін бір сәлем. Ал бөлелеріміз бар ағайын. Бөлелеріміз Батырғали, Ғазиза, Аман Бәкира, Бәкән, Аман Бәкира, Бәкән және тағы да Бәкира, Қуанышбек, Мәдина, Ләззат, Гүлжайна, Ғалымжан, Айкерім, Қытайы және Зағипа сыңлы жалпы аты шыққан жиендеріміз, аты шықпаған жиендерімізге, аты шыққан бөлелеріміз және аты шықпаған бөлелерімізге иіліп келін екі сәлем. Өзіңнен тамшы мұңың, қандай жағдай болса да арамызда, алыс кетпей қасымда қалшы гүлім. Таңдаған мендік сезім дәл сенді жанға мәлім, ызыңдаса ыза кеп құлла. Ал, рахмет берекелді. Құлынтайдай секірген қайныларың тұр келің деп, жаңа түскен жеңгеме келін алып берем деп, жас өспірін жас шыбық тәрбиесін жеңгемнің асығып тұр көрем деп, ойлы бол келін ойлы бол, ақыл сұрайды жеңге деп, әрқайсы сенен кеп, қол қанатың осылар, ізіңнен ерген көрендер, қайныларыңды құрметтеп ізетпен келін сәлем салы. Қайын інілеріңіз Үйсінбек, Нұрсипат, Алшынбек және Арғынбек, Самал, Нұрбол, Қонысбек, Дидар, Нұрбек және тағыда Нұрбек, Балғынбек, Нұрислам, Нұрперзент, Нұр Ахмет, Заңғар, Рахым және Назар, Алашбек, Саян, Саят, Шыңғысбек, Болатбек, Ербосын, Әлібек, Асылжан және Сұңғат, Әли Нұр сыңлы қайын інілеріңізге иілік келін бір сәлем, бір қошемет қойыңыздар қанекей. Қызыл гүлдей құлпырған көп сағынған сыртыңнан, алма мойын аққулар көруге сенің ұмтылған, қайын сіңілің қанатың, күтіп ұстар жанатың, бұларға да келдірет иілік келін сәлатын. Мәншік бастаған бір топ қайын сіңілдеріңіз, қайын бикештеріңіз, Мәншік, Мереке, Айзере, Назым, Ерке Наз, Көркем, Аяулым, Әдемай, Ғазиза, Алтынай, Аяру, Айкен, Көркем, Раяна, Әлфия, Сымбат сыңылы қайын сіңілдеріңізге иілік келін бір сәлем, бір қошемете қойсаңыздар ағайындар. Түннен дәдемі, шын басында өскен гүлден дәдемі, рахмет. Сабыр қыл келін сыр бермей, аштықпенен тоғыңа, қобалжу қылып еріңді, өзің жеп жүрме тамақтың, тәтті сүт түссе қолыңа, абайлап сөйлең аң болып, оң менен солыңа, алдынан өтіп ордаңдап, келе жатқан кісінің, кеселеп жүрме жолына. Қабағыңды түйі кір жиып, ауылдастан қызғанып, ас суыңды қормай, көршілерге ет сәлем. Ал, осындағы көршілеріміз бар, ауылдағы ауылдастарымыз бар, жалпы баршасына да иіліп келін бір сәлем. Ал, енді мінеки көршілердің атын атап түрін түстейтін болсақ, біздің көршілеріміз Батыр, Назгүл, Муса, Гүлсім, Насыр, Аманкүл, Ғабит, Оразкүл, Айтуған, Райкүл, Нұрхан, Ербол, Динара, Қалдан және Жұпар сыңлы құдайы көршілерімізге иілік келін бір сәлем, бір қошемете қойға ағайындары. Жора жолда сағы
бар, оларды да танып ал, шырақтай жанған бағы бар. Ата-енеңнің жақыны, әрі дос, әрі ақылы, оларға да келдірет иіліп келін сәлемен. 72-лерге келдірет иілін келін, 72 жастарына сәлемен. Ал барша 72 жастары таң атар жаңа гүл, Балтабай, Қатшагүл, Жалғас, Венера, Жабай, Ғазиза, Базар, Жанат, Аңсар және Салтанат, Бәука, Рабиға, Әділет, Ақан, Қамби, Жәми, Айымжан, Сайран, Нұрсұлу сыңлы ата-енеңіздің 72 жастарына, класстастарына және енеңіздің коллективтерді кардиология ұжымына бір сәлем. Және біздің ғасырдың коллективтері, Экта, Туо ғасырдың коллективтеріне иіліп келін бір сәлем, бір қошеметтеп қояйық кәдеге. Осықты сыйлаған, достарын қимаған, қуанған сәттер. Осы тойға келіпті, дүйім халық жиналып, бет ашарды бәрі де, түңдай қаптың бұйығып, қалқаланың бір аты, мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілім. Мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілім. Ал енді мінеки құрметпенен өздеріңізге аты шыққан кісілеріміз бар. Аты жазылмай қалады ағайын. Кей кездері осындай қуанышты сәттерімізде өзіміз кішкене бір мұрнымыздың астындағы ағайынымызды ұмытып кететін сәт болады ағайын. Осы мінеки қуанышты сәтімізді жоғалтпай. Ой, мінеки қандай керемет. Өмірдің ақпен қара жолағы, дос дегеннің үш ағарып не бары, дос дегеннің үш ағарып болған менен, туыс деген 4 әріптен жоғары дейді ағайын. Осындағы келіп жатқан, әдейлі осы Беташарға келіп жатқан Тимур досына иіліп келін бір сәлем. Тимурға бір қошеметтеп қояқшы, музыка болсын шкәнеке. Ғасырдың достары. Нышаны сіз бізден басталды, ыстық дос құшағы сезілер ашқаны. Өсі кезде жаман үйреп қатып, бүйтіп ыңғайланып тұра беретін бұл бізей өзі бар қой. Бұл да жаман қой өзі, негізі. Мен ақшала бермейтін едім я. Ал рахмет бәрекелді. Негізі ақша керек деп айтады ғой бір таманла. Ал рахмет бәрекелді. Ал олай болатын болса құрметпенен осы мінеке ат шыққан ағайындарымыз бар, шықпаған ағайындарымызға бір 2-3 сәлем дейін десем қорқып тұрған мына. Қазір келіннен қорқатын заман болды ғой. Ой, мінеке қандай керемет бір қошеметтеп қойыңыздар. Аты шыққан кісілерге, шықпаған кісілерге. Енді Ақжарқын апамызды ортамызға бір шақырсақ деп отырмыз. Ақжарқын апа, ой, отырған жеріңіз жайлы болсын. Бір атаға кәдімгі қол шепалақтап, күліп, кәдімгі тойға мықты араласып отырсыз ғой сіз. Мына жақтан келіңіз, мына жақтан. Ой, мінеке, келіннің алдына енді қызыл дорожкамен жүресіз. Тек қана келін енді үйге барғанда қызыл дорожка төсеп қоятын болады. Келін қызыл дорожка төсеп қоясын енді барғанда. Енді мінеке келесіз, шәлісін түріп бересіз, қалғанын мінеке қолтық сүйер келіндер. Мына түйін қыздар, келіндер, түйін ашып беріңдер ана. Ой, екеуің. Әбеттің уақыты екеу анау күрішті қайда қойдың жаңағы барып жеп келек бір нәрсе деп жатыр ғой. Ал, енді шәлісін өзіңіз түріп беріңіз. Түріңіз, маңдайынан сүйіңіз. Ой, келініңіз құтты болсын, апа. Адамы құтты болсын. Немере шөберелі болсын дейміз. Ал, енді мінекей апам қайда кетті? Ойбай, апау, келіңіз. Ағам қайда? Екеуіңіз барадыла, кәдімгідей. Тойбаға келсеңізші. Музыка қойсаңыздар, ойбай тым дұрыс болып қалды оны. Келіңіздер. Сіздер енді мынау көргенімізді айтып жүру біздің мақсатымыз, насихаттап жүруіміз. Енді мынау жастар білмейді ғой. Алдыда, шарқатты алдыда тек қана басына сала салғасын, сосын айтып жатқанымыз ғой. Бұл да енді келіндерге кейінге жол болсын, жөн болсын деп айтып жатқанымыз. Келіндер ренжімейтін шығар. Тойбаға мінекей, мен әзілдеп жатпаймын, кімге берейін, анау мынау деп бәрі білем ғой, Ақжарқын апамызға беретініміз. Той енді мына ғасыр шақырайық. Ғасыр қайда? Ғасыр.
тоқта, ойбай, мына қызылды баспа, ойбай, бұл қыз басыңыз бәлеге қалады, бұл келіншектікі бұл. Ғасыр енді мынау жас нешеде? 25. 25-те? Ойбай, адам дейді да мінекей, 25-ке дейін сүйгенін алады, 25-тен кейін дейді да, кейін дейді. Тигенін алады дейді. Қайта сен сүйгеніңді алып жатыр екенсің, 25-те екенсің. 25-тен 26-ға өтіп кеткенде ол кезде қиындау болады деді. Енді мынау келіп жатқан халық бар, нағашыларың отыр, ағайындарың отыр. Бір сәлемдескенің болсын. Қолды көтереміз, қолды төске саламыз. Қайсысы дұрыс? Анеке, қолды төске қойып, мінеке амандасып шығайға. Бар шаруаны сарапқа салып едім ақылға, жаңалық бар анашым, той болады жақында. Жаным дұрып көкпелге, жігітетін кеуде. Аға, енді мұны сіздің орныңыз бұл жер емес, әке шешенің орны емес, қасы емес, тамаданың қасы емес, сіздің орныңыз енді мұнау ақ келіннің қасы енді, Айдана келініміздің қасында. Қаяқты түтті. Абысындары, қолтық сүйер абысындары, рахмет, қандай керемет. Ал енді мінеге ғасыр тағы да бір сұрақ, сол жағында тұрасың ба, оң жағында тұрасың ба? Сен дұрыс тұрдың деп ойлап тұрсың ба? Деймін біз ғой. Оң жағында тұрасың ба? Құдайымна. Сен біз жақта мұндай жер, сен кәдімгідей инопланетан сияқтысың, сен басқа жақтан келіп тұрасың, ар жағында тұрасың, бер жағында тұрасың дейді да. Әрқашанда дейді да, ер кісінің, келіндер біліп алыңыздар, ер кісінің әйел кісі сол қабырғасынан жаралған дейді. Сол үшін сол қабырғасын сол жағында тұрады, әйел кісі сол жағында тұрады екен. Ал, рахмет, бәрекелді. Енді мінеке, Ажарқын апа, бір бата не қылайық деп еді, қолды босатамыз ба, не қыламыз? Бір сенімді, бір доверенный лицо болса беріп қойсаңыз, аның банкінде. Ал, рахмет, бәрекелді. Ал, енді мінекей ақ келінге бір бата сұрайық деп жатырмыз, ағайын. Ақ келінге бір бата сұрайық деп жатырмыз. Біз енді мынау шодарлар ұрулы ел деп жатырмыз. Соның ішінде қуаныштар отбасы деп жатырмыз. Қуаныш атамызбен алғаш құда болған, төс қақыстырған біздің енді мынау тамалар жағынан біздің Талғат ағамызды бір ортамызға шақырсақ деп отырмыз. Сол Талғат ағамыздан, құдаларымыздан бір бата алсақ. Сосын, енді мінеке бұл Талғат ағамызды құдалар жағынан шақырып жатырмыз. Енді тағы да келінменен ұлға бата беретін деп осы тойдың үлкендері мынау шобдарлар жағынан бір бата алсақ. Тағы да, кімге? Руслан ағам емес па? Кім? Шобдарлар жағынан. Руслан ағам, Руслан ағам келіңіз, Руслан ағам келіңіз. Енді келіңіз. Мынау ұл мен келінге бір бата берсін деп өздеріңізді шақырып жатыр. Заранее не қылып жатсың ба? Мұлда. Қарыздан құтылып қалайық деп. Ал, Талғат аға, Илахи әумин деп ақ білегімізді көтерейік, келінменен мінекей ұлымызға деген. Берсін Құдай алмасын, бөтен қайғы салмасын, дастархандарыңа береке берсін, тойларың той қыласын, 2 жас бақытты болсын. Әумин, Аллах. Әумин. Ал, енді мінекей Тойбай ағамыздың өзінің бауырларынан да, ұл мен келінімізге бір бата берсін. Руслан аға, өзіңізден бата тілейік. Илахи әумин. Әуел Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын. Мына ылғи тойда қуанышта жүрейік. Не қылдаймыз, шорт, қандай жолдарыңыз болсын. Мына келініміздің қадамы құтты болсын. Әумин. Ал, әумин. Ал, енді мінекей Тойбай аға тойға ұласа берсін дейміз, Ажарқын апа. Әулеттеріңізден әрдайымда той арылмасын, қуанышты күндеріңіз қуанышты күндерге жалғаса берсін дейміз. Ал, қандай керемет, орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Енді мынау қолтық сүйері абысындары өздеріңіз енді, рахмет саған ғасыр, қолтық сүйері абысындары өздеріңіз енді мынау келінді апарып, шайын бір дайындай берсеңіздер. Ал, енді мынау келіннің шайын ішеміз дегенше өздеріңізді бір ортамызға биге шақырсақ ағайын. Жүздеріңіз ашылмай тұрған кезде сәлем салып едіңіздер, енді жүздеріңіз ашылған, осылар ма деп кетіп баратсыңдар ма, не қылды? Келіңіздер, мына жерден бір сәлем салып, тағы да өтіңіздер, қалай келдік, солай шығып кетейік. Қайда жаңа келіндер? Ойпырмай ана.
Я сәлем сал. Жаңағы тоқтаңыздар. Жаңа шобдардың келіндері қайда? Жаңа табақ алған келіндері қайда? Киініп алған кәдімгі. Ой, я сіздер алдында жүріңіздер. Я сіздер алдында жүріңіздер. Қалған мінекей жас келіндеріміз артында. Сіздер мінекей алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді дейді. Шобдардың келіндері қосыласыздар ма? Челлендж. Қандай керемет, я. Ой, кәнекей, қошемет беріңіз. Ажындар, ғажайып жансыздар, әулеттің сәулетін ашатын таңсыздар. Абысын ажындар, ағайын бауында, көркейіп, көбейіп, айналдың қауымға. Өткенін тастап өткенде, балалық құрбы кетсе де, сырлас боп қалар абысын. Ой, тамаша. Мына жерге енді мынау абысындарыңызбенен, иә? Абысындарыңызбен фотоға бір естелікке суретке түсіңіздер. Ажындар, ғажайып жансыздар, әулеттің сәулетін ашатын таңсыздар. Қандай керемет, тамаша. Я, біздің Қызылордадан келген келініміз айтып жатыр, я, менің келіндерім еді бұлардың барлығы деп есімде қалып қойдым ғой дейді. Қандай керемет, тамаша. Ал, әрқашанда осындай ақ жаулықтарыңыз кірлемесін. Осы мінекей шобдарлардың еліндегі ошақтарыңыздың түтіндері тек түзу шықсын дейміз. Я, өмірлі шүбірлі болып, осы шобдарлардың тек ұрпағын көбейту Алла нәсіп етсін сіздерге. Келген қонақтарымыз мінекей асабаның алаңын би алаңына айналдыру үшін өздеріңізді мінекей биге шақырайық. Жетпісекілер бар, класстастар, келіңіздер биге. Шоптарлар бар, ағайын туысқандарымыз бар, қанекей. Нағашы жұрттарымыз, кедейлер, андағылдар, келіп. Күйзелгенде көңіл суық көрсететін өмір сүріп гүл аруымсың. Қабылдамай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбігерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Хей, жаным деп күн арам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Ауылыңа күнде бар қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде бар қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын.
Washington, Gangkok, Cita Solota, 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 Cita Solota. Like